Баршаңызға сәлем қыздар. Үй жағдайында өте керемет дәмді және кез келген тағаммен үйлесе беретін салат дайындаймыз. Ең алдымен қызылшамызды пісіріп аламыз да үкіштің ең үлкен көзінен жақсылап барлығын өткізіп аламыз. Және де тұздалған қиярымызды 4 бұрышты етіп турап, сол қызылшаның үстіне салып аламыз. Дүкендікін немесе үйдікін қолдансаңыздар да болады. Үшінші кезекте жұмыртқамызды пісіріп, осылай кубиктап турап аламыз. Қатты майдаламаймыз. Оны да салаттың үстіне қосамыз. Төртінші кезекте пиязымызды жарты пияз қолдансаңыздар болады. Оны да кубиктеп барынша майдалап турап алып салаттың үстіне қосамыз. Өте пайдалы салат, міндетті түрде жасап көріңіздер. Үстіне өзіңіз қалауы бойынша көкшөп қоссаңыз болады. Мен укроп қостым. Кішкене дәміне қарай тұзымызды қосып, және 2 ас қасық болатындай майонезімізді қосып жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Бір күнге холодильникке қойып қойсаңыз, одан сайын дәмі өте керемет болады. Ас болса